мынау Саудияның оңтүстігіндегі мемлекет. Сол жерде Абдулмаджид Зиндади деген ғалым бар. Абдулмаджид Зиндади деген ғалым қазір Саудияда осы мемлекетте өмір сүріп жатыр ол кісі. Сол кісі келеді айтады, сендердің мынау жазған нәрселерің бізде Құранда бар дейді. Сөйтіп Құранды ашып оқып берсе, ағылшынша переводын Кайт-Мур айтады, бұл плагиат дейді. Плагиат деген нәрсе сендер бізден көшіріп алғансыңдар, менің еңбегімді сендер көшіріп алсыңдар дейді. Сөйтсе Абдулмаджид Зиндади айтады, сен қайтып көшіріп алып демесін дейді. Мына кітапты қашан жазған, сен қашан жазып отырсың дейді. Қараңыз, сөйтіп бәрін дәлелдеп берген кезінде Кайт-Мур айтады, ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммад расулуллах дейді. Мен иманға келдім дейді, мен мұсылманмын дейді. Сөйтіп өзінің жаңалықты жазған кітабының соңына қосымша жазып, сол қосымшада біз мына жаңалықты ашу үшін дейді. Неше профессор, неше академик, неше лаборатория, неше сотрудниктер жұмыс істеді. Неше миллиардтаған ақшаны сарп болдық дейді. Біз соншалықты лаборатория, соншалықты қызметкерлер, соншалықты ғалымдар өте ауыр еңбектерден кейін тапқан жаңалығымыз Құранда бар екен. Бұл Құран Алланың сөзі деп жазылған. Бірақ Тажисон деген айтады, ол дейді біздің буддистердің кітабында бар. Сол кетеді. Бүкіл буддистердің кітабын қарайды, бір жерден таппайды. Келесі жыл Тажисонда өзі мұсылман болған жариялайды. Тажисон айтады, менің тыңдаушыларымнан 5 адам исламға қабылдады дейді осыдан кейін. Бұл Тажисон Таиландтың ғалым, академик. Мынау Идаш Шамсы Кувират деген сүре бар. Осы Идаш Шамсы Кувират деген сүреден Уәл-Жауарил Күннас деген аят бар. Уәл-Жауарил Күннас дегенде бұл аяттарды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оқыған кезінде сахабалар оны тыңдап естіген кезінде олар мына аяттың мағынасын түсінбесе иман келтіріп кете берген. Не үшін мұхкам аяттар болғаннан кейін муташаби аяттарға ол кісілер немесе өздері түсінбеген кейбір мұхкам аяттар болса мағыналарын түсінбесе, ана түсінген аяттары күшті болғаннан кейін, түсініктері күшті болғаннан кейін аналарға мән берген емес. Болды иман келтірген. Бағанағы бірі екінші аяттағы сөздің өзі оларға жетер болған. Зәлика китабу ла райба фиһ деген. Міне осы кітап, бұнда ешқандай күдік жоқ деген.